Ассалаумағалейкум көз қарақты көрермен. Эфирде Апта Ньюс. Студияда Қаржау Дәулет. Өздеріңізбен апта көлеміндегі жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Биыл ердің жасы 50-ге толар еді. Мектебіміздің қадірлі қызметкері Мамбетқұлов Болат Айтбайұлының арамыздан кеткеніне 3 жылдың көлемі болды. Волейболдан құрама команданың сапында өнер көрсетіп жүрген ағайымызды еске алуға арналған білім беру мекемелерінің мұғалімдері арасында волейболдан аудандық турнир ұйымдастырылды. Аталмыш турнирге отбасы тарапынан қолдау білдіріліп, қомақты ақшалай сыйлықтар ұсынды. Оқу жоспарының аясында математика информатика пәндерінің айлығының жабылуы салтанатты түрде ұйымдастырылды. Оқушыларға пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында әлем нақты ғылымдар тілінде атты шара өтті. Шара барысында қатысушыларға билет таратылып, берілген нөмірге сәйкес сандар генераторы қосылып, қатысушыларымызды анықтады. Әртүрлі ойындар ойнап, концерттік нөмірлер көрсетілді. Оқушылар қалдық заттардан роботтың бейнесін жасап, оқушыларға марапат берілді. Кеш соңы көңілді күймен аяқталды. Шөпті де шөңгенді де өлең қылғанның бәрі бірдей ақын бола бермейді. Шымшық сойса да қасап шойсын. Ал біздің білім ошақта дәстүрлі қалыптасқан ақындық мектебіміз бар. Ұрпақтар сабақтаса іспеттес жалғасып келе жатқан осы мектебіміздің тағы бір ізбасары Тілепберген Сабина талай додалардан топ жарып жүр. Жамбылдарында аймақтық ғылыми практикалық орталығының ұйымдастыруымен дәстүрлі өтетін Мұқағали Мақатаев оқуларының аудандық кезеңінен жүлделі бірінші орын иеленіп, облыстық кезеңге жолдама алды. Жетекшісі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Жанар Бүркітбайқызы. Апта көлемінде келіп жеткен жаңалықтар лебі осындай болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жеңісті күндеріміз көп болсын.